Бесеудің хаты. Авторы Шерхан Мұртаза. Пролог. Кремль. Сталиннің кабинеті. Сталин мен Рысқұлов. Сталин. Біз неге жағдайды Қазақстандағы Голошекиннен емес, Мәскеудегі Рысқұловтан білеміз? Неге сенен басқа ешкім ләм демейді? Рысқұлов. Менен басқаларда Қазақстандағы өрескел бұрмалаушылықты сізге жеткізуге тырысқан. Бірақ олардың даусы сізге жетпей жатыр. Сталин. Қалайша? Рысқұлов. Мысалы, жазушы Ғабит Мүсірепов бастаған 5 адам сізге хат жазған, бірақ хат ұсталған. Бірінші бөлім. Алматы, Казкрайком. Голошекиннің кабинеті. Кезектен тыс шұғыл бюро мәжілісі өтіп жатыр. Ұзын үстелдің шарбасында Голошекин, қос қапталда бюро мүшелері. Электр шамдар күңгірттеу, әлденеге жыпылықтап тұрады. Голошекин шамдалға шақшия қарап, қол тоқпақтай ауыр сия сорғышты мығымдап ұстап, сонымен шамдалды періп жібергісі келгендей. Үстінде сұр френч, теке сақалы селкілдеңкіреп тұрады. Жарық әуелі оның сақалына ғана түсіп, бірте-бірте түр-түсін толғалайды. Голошекин креслодан ұмтыла түрегеліп: жолдастар, жау шапқандай түн ішінде неге бюро шақырды деп ренжімеңіздер. Ал жалпы жау шапты десе де болғандай. Үстел үстіндегі қағазды улы жыланның құйрығынан ұстағандай салбыратып, қос саусағымен шетінен ғана абайлап қармап, даусы қырылдап: міне жау! Үстел басындағылар оне сұмдық дегенде үркектеп, үрпейсе қалады. Тек Голошекиннің оң қол жағын ала отырған құрамсып қана мен білем дегендей домаланған дембек денесі қозғалақтап күлімдеп қалады. Құрамсып жағымпаздана: жаудан да жаман, Филипп Исаевич. Бұқпадан шыққан жау жаман, бүйірден шыққан дау жаман. Голошекин риза болғандай: Үзмұқан дұрыс айтады. Іштен шыққан жау жаман. Қаскөйлер өз ішімізден шығып отыр. Үстел басындағылар сонда қайсымыз дегендей бір-біріне күдіктене қарасады. Исаев. Ол не, Филипп Исаевич? Зәремізді алмай айтсаңызшы. Голошекин оған жақтырмай қарағанда дөңес линзалы шыныдан көзі шатынап көрініп: неге сенің зәрең ұша қалды? Сенің бүйрегің бұрып тұрмаушы ма еді әлде бір жазушысымаққа? Исаев сабырмен: құдай үшін айтсаңызшы, не тұспалдап тұрғаныңыз? Біз өзі өрт сөндіретіндей неге асығыс жиналдық? Не талқыламақпыз? Жазушысымақ кім? Голошекин: иә, өрт сөндіреміз, өрт. Елеусіз жан-жағына төбеге алақ-жұлақ қарап: қайда өрт? Голошекин сәл сабасына түсіп: иә, шынында да әңгімені басынан бастайық. Қос саусағымен қағазды шетінен көтерген күйі: қаралатын мәселе біреу, бесеудің хаты. Голошекин соңғы сөздерді шыңғыра айтқанда, содан шошып кеткендей шамдалуды шайқалақтап барып, жалп етіп сөнеді де қалады. Екінші сурет. Жазушының қуықтай бөлмесі. Жазу үстелі. Айнала сірескен кітаптар. Шағын күлем тұсында құс мылтық, қос домбыра ілулі тұр. Босағада шоқпарлар. Креслода Мүсірепов. Жанындағы орындықта қыр қазағынша киінген ақын Нұрхан. Ол домбыра тартып отыр. Сірә ақсақ құлан күйі. Мұңлы, әлде бір қиын, қысылыс, тығырық жайды домбыра тілімен сөйлетеді. Күй өксіп барып үні біткенде Мүсірепов басын көтеріп алады. Мүсірепов ақырып: түсіндім, Нұраға. Нұрхан домбыраны жантайтып қоя беріп, беторалымен маңдайын сүртіп: түсінсең сол, Ғабитжан. Кез туырлықты, қылғиырықты тулы ел едік. Ешкімге залалымыз жоқ еді. Елдің қырылып жатқан өз көзіңмен көрдің. Мүсірепов қасын керіп бипаздап: дәл сондай сойқанды мен Керекуден де өз көзіммен көріп келдім. Нәубет төнген сенің торғайың ғана емес, бүкіл Қазақстан. Нұрхан булыққандай: көрсең неғып жайбарақата отырсыңдар?
Сені жұрт Голошекиннің қасында отырады дейді ғой. Неге айтпайсың көрген сұмдығыңды? Мүсірепов: осының бәрін Қазақстан өкіметіне де, Мәскеудегі Сталинге де, Рысқұловқа да жаздық білем. Нұрхан үміттене итініп: ал? Мүсірепов: немен тынарын біліп болмас. Үнсіз қалуда жарамас. Лақ екеш лақта бауыздарда тұяқ серіп қалмас па? Нұрхан елжіреп: айналайын Ғабитжан-ай, топалаң тиген қойдай қырылып жатқанымызда ақырып айқай салар азаматтар тумады ма осыншама халықтан деп күйіп пісіп кетуші едім. Бар екенсің ғой жарығым. Мүсірепов сыздап: ақырып айқай салар азаматтар атаулының көбі аждаһа көрген қояндай бұғып қалып отыр ғой. Нұрхан: сонда қалай? Халық қырылса қырыла берсін, өзім аман қалайын дегені ме? Мүсірепов: қыз күнінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады деген бар емес пе? Жайшылықта бәрі де елім жерім деп еңіреген болады. Ал ел басына күн туғанда әлгі әулиелер мүнәфи күн. Нұрхан: о не тағы? Мүсірепов жай мырс-мырс етіп: оу Нұр аға, Құранды судай судыратқанда мұны қалай білмейсің? Құранның әл-мүнәфикүн деген сүресін оқып бедің? Меккеден күрейштерді бастап шыққан Әбу Суфиянға қарсы мәдиналықтарды Мұхаммед Расул алып шыққанда, мәдиналықтардың бірсыпырасы Әбу Суфиян жағына сатылып кетпеуші ме еді? Оларды Расул мүнәфикүн, яғни 200-лер дейтіні қайда? Нұрхан: Ғабитжан-ай, біздің Құран білуіміз далбаса ғой. Жұрттың бәрі өзіңдей ғұлама қайдан болсын? Ойланып: сонда басшылар арасында мүнәфикүн болғаны ғой. Мүсірепов керен аулау солай дағы. Ауыз үйде телефон жырлайды. Алло деген Құсни дауыс шығады. Құсни Ғабит пен Нұрхан отырған бөлмеге имене бас сұғады. Құсни: Ғабит сені телефонға шақырып жатыр. Мүсірепов темекісін тұтатып болып содан соң: кім? Құсни: крайкомнан дейді. Мүсірепов жақтырмағандай: жарайды. Орнынан баптана тұрып телефон тұтқасын алады. Алло. Мүсірепов тыңдап тұр. Дауыс екпіндеп: мен Голошекин жолдастың көмекшісі. Крайкомға тез жетіңіз. Бюро бар. Мүсірепов қабырғадағы шынжыр баулы сағатқа қарап: мезгіл түн ортасы болайын деп қалды. Не алған бюро? Дауыс: бюро. Тез жетіңіз. Кезектен тыс бюро. Мүсірепов кергіп: жарайды. Трубканы тастай беріп: мезгілсіз шақырған тауықтың басын жұлмақ керек. Құсни шошыңқырап: түн ішінде қауіпті бит. Қаңғыбастар қаптап жүр көшеде. Мен бірге барайын. Мүсірепов мырс етіп: сен қорған болып қарық қыларсың. Көшенің бандиттерінен андағылар қауіптірек. Әлде қайда қолын сілтеп: ал сен мені олардан бәрібір қорғай алмайсың. Одан да ана костюмды алып бер. Киінеді. Босағада ілулі тұрған шоқпарды қолына алады. Нұрхан отырған бөлмеге бұрылып: ал малыш, мен төбелеске кеттім. Қол шоқпарды білеп қояды. Демал. Нұрхан абыржып: апырай, тыныштық болсын лайым. Бәле жаласынан сақтасын. Бармай-ақ қойсаң қайтеді? Құсни: иә, бармай-ақ қойсаң, ауырып қалды дермін тағы звондаса. Мүсірепов басын баяу шайқап: жердің астына кіріп кетсең де таптырып алады. Қорыққанмен жан қалмас. Осының бәрі қорқақтықтан. Жорғалар жортақ, батырлар қорқақ болған сұм заман. Құсни: жалғыз сен батыр болып кім шабасың? Барма. Мүсірепов жайдарланып: неге сонша үрпие қалдың? Одан да мейманға шай бер. Телефон бебеулеп қоя береді. Құсни тұра ұмтылады. Мүсірепов оны қолымен жасқап тоқтатып тұтқаны өзі алады. Алло. Дауыс қатқыл: жолдас Мүсірепов, бюро сізге қарап отыр ғой, қашанғы күтуге болады? Мүсірепов тәкаппарлана: тез жетсін десең машина жіберіңіз. Дауыс дөрекі: мүмкін айдауылды қоса жіберу керек шығар. Құсни жалбарына: ерегестіре көрме Ғабит. Мүсірепов: жарайды. Трубканы тастай салады. Түзелер еді бұл заман.
пейілі жаман пендені кетсе астына жер тартып. Жа, қорықпа Құсынай, есіктен шыға береді. Үшінші сурет. Крайком, сол бұрынғы көрініс. Тек Голошокин түрегеліп, ары-бері теңселіп жүр. Қолы дірілдеп, графиннен су құйып ішпек болады. Стаканын аузына апара беріп ішпестен қайтадан қоя салады. Бюро мүшелеріне сүзе қарайды. Енді түсіндіңдер ғой жаудың қайдан шыққан. Әркімнің бетіне сынап қарайды. Кейбіреулер бас изейді. Ал бұған қандай шара бар? Құрамсып қозғалақтап, бұл хаттан оңшыл оппортунистердің иісі аңқып тұр. Партиялық жолмен жазалау керек. Жан тоқып жарса, олар пантюркист. Голошокин сақалы серкілдеп, ұзын саусақтарын ербеңдетіп, Алашорданың иісі аңқып тұр десеңші. Ай-ай, қандай улы жыланды қойнымызға салып отырғанбыз. Ақыры шықты міне, шақты міне. Осы жазушы сымақты крайкомның аппаратына алдырған сен емес пе едің? Құрамсыпқа шүйіледі. Құрамсып сасқалақтап, ол бұлай ғой. Голошокин сөзін шорт кесіп, саяси соқырлық байқамадық. Мен әрдайым айтам, 25 жылға дейін, яғни мен келгенге дейін Қазақстанда қазақтардан шыққан таза коммунист болған жоқ деп. Содан да бері 7 жыл өтті. Бұлар әлі жетіліп болған жоқ. Әлі шикі, кадр мәселесін шешіп отырған адамның түрі. Құрамсыпты меңзейді. Исаев, мал аласы сыртында, адам аласы ішінде. Кім білген, ондай ала Мәскеудің өзінен де шығып жатқан жоқ па? Голошокин шатынап, иә, дәлелдерің көп. Троцкий, Каменев, Зиновьев, Рыков, солар ғой айтпағың. Исаев, сол аяқ делік. Голошокин, ендеше сол сабақ, неге біз өз троцкилерімізді әшкерелемейміз? Неге оларды төңкеріп тастамаймыз? Елеусіз жанындағы Құрамсыптың құлағына сыбырлап, не дейді? Бізде де Троцкий бар дей ме? Құрамсып жақтырмай тыржың еді. Иә. Голошокин алара қарап, не сыбыр-күбір? Құрамсып, жай мына кісі. Голошокин, түсінбей отырма? Елеусізге таяп келіп, біздің арамызда да жаулар бар, Троцкийлер бар. Не істеу керек? Аудар. Құрамсып, елеусіздің құлағына, жау бар дейді, не істеу керек дейді. Елеусіз, жау ма? Жауды аяған жаралы. Иә, құрту керек. Мен қол көтерем. Қолын көтереді. Голошокин, әне көрдіңдер ме қазақтың оқыған зиялылары? Сендерден гөрі оқымаған Елеусіз Елемесовичтің көзі әлде қайда ашық. Адамда жай көз бар да, саяси көз бар. Елеусіз өзін Голошокиннің мақтап тұрғанын сезініп, екіеніп, иә, жауды құрту керек. Мен қол көтерем. Қолын ербейтеді. Бірақ басқа ешкім көтермегенін көріп таңғалады. Иә, құрту керек. Голошокин сәл саябырлап, сонымен бір ауызды болайық. Бесеуін де партиядан аластау керек. Алашордашылармен қаншалықты қатынасы барын ОГПУ анықтасын. Шетінен бір-бірлеп шақырыңдар. Қоңырауды басып қалады. Көмекші кіреді. Бәрі де келді ме әлгі бүлікшілердің? Көмекші, Мүсіреповтен басқасы. Голошокин, ол жазушысынақ неге кешігеді? Айттың ба тез жет деп? Көмекші, иә, 2 рет. Құрамсып қыстырыла кетіп, ол маңғаз ғой, бір-бір басып жеткенше таң атар. Голошокин арық алақандарын сықлап, жынынан айырылған бақсыда етерміз әлі. Сонда маңғаздықта не қалар екен? Осы жазушысымақта неге кесірлі? Әне біреу Сейфуллин дегені тіпті Құдайдың өзімен қатар отырған адамдай шіренеді. Табылған екен Толстойлар. Иванов, Филипп Исаевич дегенмен тым қатты кетпейік. Бұл бесеудің жазып отырғаны бір жағынан шындықта ғой. Одан да хаттағы жайттарды қаперге алып, елге жағдай қарастырайық та. Голошокин талып қалғандай көзін алайтып, қолын жайып, міне тағы бір қайырымды бас шыға келді. Сонда немене? Кім жаман? Голошокин жаман, Сен ғой жақсы көріп шыға келмекшісің, Мүмкін Голошокиннің орнына отырарсың, Иванов
қабынып: не деп кеттіңіз, Филипп Исаевич? Құдай үшін қиянат жасамаңыз. Голошокин қыбығанғандай: қиянаттың көкесі міне, хатты сілкілейді. Құрамысов селк ете қалды. Саған ерекше тапсырма. Бұл баспызар ұлтшылдар мұндай хатты Мәскеуге де жолдауы мүмкін. Почтаға, телеграфқа мұқият бол. Бұл сипаттағы бірде-бір қағаз Мәскеуге жіберілмесін. Тікелей бақылауға ал. Құрамысов: құп болады, Филипп Исаевич, мен қазір. Шығып кетеді. Иванов: егер бұл хат жала болса, Мәскеуге жөнелтілгеннен несіне қорқамыз? Голошокин шоқ басқандай ұшып тұрып: қорқып отырған ешкім жоқ, Иванов. Голошокин ешкімнен де қорықпайды. Голошокиннің іс-әрекетін Сталин жолдастың өзі 200% құптайды. Иванов ығыңқырап: онда еркіңіз білсін. Голошокин қоқиланып қоңырауды басып қалады. Көмекші кіреді. Келді ме әлгі маңғазы жазушы? Көмекшісі: келді. 4-ші сурет. Стол бұрынғы кабинет. Тек отырғандар сіресе қалған. Голошокин креслода, әлде қалай қобалжулы. Саусақтары дірілдеп графиннен су құйып ішпек болады. Бірақ иіскеп ішпей қоя салады. Мүсірепов кіреді. Голошокин: кел, жазушы. Мүсірепов сыпайы бас изеп амандасады. Сені ғой біз крайкомға жауапты қызметке алдық. Не үшін? Мүсірепов: оны өздеріңіз білсеңіздер керек еді. Мен крайкомға қызметке алыңдар деп мен арыз бермеген сияқтым. Голошокин бюро мүшелеріне шағымғандай: көрдіңдер ме? Қалай кердең дейді. Құрамысов: жолдас Мүсірепов, сіз крайкомның бюросында тұрғаныңызды білесіз бе? Мүсірепов: тойға келмегенімді сеземін, бірақ крайком бюросы Гальгоф емес қой деп ойлаймын. Елеусіз Гальгоф дегенді түсінбей Құрамысовқа сыбырлап: не дейді? Қай жер дейді? Құрамысов тыржың етіп: Иса пайғамбарды крешке шегелеп тастаған жерді айтады. Соны Голгоф дейді. Елеусіз: астафыралла, сонда бұл өзін Исамын деп тұр ма? Голошокин қуанып кеткендей Мүсіреповке: расау, сонда сен өзіңді Иисус Христосқа балап тұрсың ба? Мүсірепов: жоқ, жолдас Голошокин, мен коммунист жазушы Мүсіреповпін. Құрамысов: онда неге қайдағы Гальгофты еске алып тұрсыз? Мүсірепов: жолдас Үзмұхан, мен Христос емеспін, бюро Гальгоф емес. Голошокин жолдас Понтий Пилат болмас, сіз Синодрион болмассыз. Одан да мәселені түсіндіріңіз. Мен неге шақырдыңыз? Голошокин: сен өйтіп көлгірсіме жазушы, білмей тұрған шығарсың. Хатты ұйымдастырған сен ғой. Мүсірепов: мейлі, мен ақ болайын. Голошокин: міне нағыз Иисус, өзін құрбандыққа дайындап тұр. Мүсірепов: неге құрбан болуға тиіспін? Шындықты айтып, бюроға ашықтан ашық мәселе қойғаным үшін бе? Голошокин шыңғырып: қайдағы шындық? Халық мал жан таппай қырылып жатыр деген шындық па? Жала. Құрамысов келігіп: жала арқылы халықты крайкомға қарсы қою, бұл провокация. Елеусіз дөңгелек сақалын ұстап: ғабит шырағым, оның қалай? Мүсірепов торыққандай: ел аға, сіз де түк көрмей қалдыңыз ба? Бір үзім нан сұрап, кеңсеңіздің алдында сұлап жатқандардың үстінен аттап-пұттап өткеніңізде есіңізден шыққан ба? Голошокин: олар жалқау оңбағандар, жұмыс істегісі келмей ыңырсып жатқандарды кеңсенің алдынан мен де көрдім. Мүсірепов ызалана: оларға бездельники, работать надо деп бастарынан теуіп көткеніңізді мен де көрдім. Голошокин: жалқау оңбағандарды маңдайынан сипауым керек пе сеніңше? Аяғыма оралды, аяғымды ажыратып алғаным рас, тепті дегенің тағы жала. Елеусіз жаны ашығандай: ғабит шырағым, төремен тіреспе, күштімен күреспе демеуші ме еді? Не қыласың қарсыласып? Голошокин: ол бізді негізгі мәселеден бұрып әкетіп, бұлғаққа салып тұр ғой. Мүсіреповке қолын шошайтып: экспертиза хаттың 3 дана басылғанын анықтады, қалған 2 данасы қайда? Мүсірепов: біреуі Сталин жолдасқа жіберілген. Голошокин шиқылдап күліп:
сен шынында да Иисуссың. Иисус Христос өзін Құдайдың ұлымын деп жариялаған ғой. Ал сен Сталин жолдаспен тікелей хат жазбақ болғансың. Бірақ хатың Сталинге жеткен жоқ. Хат ұсталды. Мүсірепов: әлгі кеңес почтасының азамат құпиясын сақтайтыны қайда? Голошокин: құпия сақтағышын почтаның крайкомнан жасыратын құпиясы жоқ. Ал хаттың 3-ші данасы қайда? Мүсірепов тура қарап: жоқ, жыртып тастадық. Голошокин: сен жалақор ғана емес, өтірікші екенсің ғой. Қоңырауды басып қалып көмекшіге шақыр Қарабаевты. Қарабаев кіреді. Голошокин: міне авторлардың біреуі. Бұлар о басында 6 болған. Мүсірепов, Гатауллин, Алтынбеков, Қуанышев, Дәулетқалиев және Қарабаев. Бірақ Қарабаев өз қатесін түсініп, соңғы сәтте қол қоюдан бас тартқан. Және о бастағы ниеті үшін бізден кешірім сұрады. Қарабаевқа: Қарабаев жолдас, хаттың 3-ші данасы қайда? Қарабаев қызарақтап жан-жағына алақ-жұлақ қарап: 3-ші РСФСР Совнаркомына Тұрар Рысқұлов жолдасқа жіберілмек болған. Бірақ жібермегенін білмеймін. Мен топтан шықтым ғой. Голошокин: естідің бе жазушы, енді есіңе түсті ме? Мүсірепов Қарабаевқа жиіркене қарап: Иуда! Голошокин алақандарын шапалақтап: браво, міне Иисус, айда Иисус! Қарабаев Иуда, Мүсірепов Иисус. Иуда Иисусты ұстап берді. Тарих қайталанбайды дейді ғой. Қайталанады. Елеусіз Құрамысовқа: не деп кетті? Құрамысов: Иса пайғамбарды Иуда деген сатып кеткен, соны айтады. Голошокин: Сталин жолдасқа қолы жетпеген бейшаралардың ендігі тапқаны Рысқұлов. Жантоқов: Рысқұлов пантюркист. Иванов: жолдастар, сағатына қарап: түнгі сағат 1 болды. Нақты мәселеден ауытқып барамыз. Голошокин: қателесесіз, Иванов. Нақты мәселеге енді келдік. Бүліктің бастауы қайда жатқанын білдіңіз бе? Анықталды ғой. Бәленің бәрі Рысқұловтан. Алыста жатып Мүсіреповтардың қолымен от көсейді. Бұл бүлікке Рысқұлов араласқан екен ғой. Міне бұл шатақ. Жантоқов: Рысқұлов пантюркист. Орнынан ұшып тұрып: Рысқұлов пантюркист. Мүсірепов ұлтшыл. Қалш етіп, қолы ербеңдеп, көзі аларып құлап бара жатып: пантюркист, ұлтшыл. Голошокин: шатақ, Рысқұлов шатақ.